Достар сәлем. Қазір WhatsApp'та қойылған елдердің статусындағы фото-видеоларды өзімізге керектерін қалай өзімізге галереяға тартып аламыз, мен соны қазір көрсетемін. Ол үшін біз бірінші Play Market'тен мынандай статус сейф деген мынау тұр ғой, мына осыны өзімізге тартып аламыз. Одан кейін статусқа кіреміз, WhatsApp'қа кіреміз, одан кейін өзіміздің статусымызға кіреміз. Осы жерде өзімізге керек адамның статусындағы тұрған статусын көреміз мына. Егер де осы видео болса, осы видео керек болса, онда осы видеоны соңына дейін көресіздер. Соңына дейін. Міне, көріп болғаннан кейін шығасыздар да бағанағы статус сейф деген бар ғой, мына біреу. Осыған кіресіздер. Міне, кіресіздер. Кіргеннен кейін, так, мына реклама. Кіргеннен кейін мына жаңағы сіздің көрген фото-видеоларыңыз бар ғой, мына жерге өзі шығып тұрады. Мына жерде птичка тұрған жерде бұл өзі уже галереяға түсіп жүктелген деген сөз. Ал мына біреу стрелкасымен тұрған, бұны уже басу керек. Басқан кезде жасыл жанады. Міне, бұл сізге галереяңызға түсті деген сөз. Мына жерде тағы да оң жақта мына хромли пазаны қараңыздар. Осы жерде стрелка тұр. Жүктеп ал деп тұр, иә? Осыны басамыз. Астында тапивишка тұр. Мына осыны басамыз. Мына турбачай бар, осыны басамыз. Басқан сайын үстінен осылай жасыл птичка шығып отырады. Көрдіңіздер ме? Енді өзіміздің галереяға барамыз. Міне, галереяға барған кезде міне өзімізге керек жаңағы фото-видеоларымыз түсті.